болды. Ол ең алыс ауылдарға сыйлық жеткізуге уәде берді. Содан соң биік мұзды таулардан мұз ханша келді. Ол сиқырын қолданып жер бетіне аппақ қар жаудырды. Ал ең соңында желмен жарыса жеткен жас батыр Қамбар ата көрінді. Жылқының киелі пірі, жігерлі де шапшаң Қамбар ата Аяз атаға сыйлықтарды тез жинап шанаға тиеуге көмектесті. Көп ұзамай бәрі дайын болды. 31 желтоқсан түнде Аяз ата бұғыларын шанаға жегіп аспанға көтерілді. Оның қасында самұрық құс самғап, мұз ханша мен Қамбар атаның рухы жол бастап отырды. Сол түні әр үйге қуаныш қонды. Балалар таңертең оянып шыршаның түбінен армандаған сыйлықтарын тапты. Міне, осылайша жаңа жыл тағы да жақсылық пен бірліктің мерекесіне айналды. Өйткені жаңа жыл бұл тек мейрам емес, ол үміт, мейірім және сиқырға толы ғажайып сәт.